Амалсыз құрметті көрермен, эфирде анығын айтқанда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Инга Иманбай. Жақсы жаңалығымыз бар. Сіздердің қолдауыңыздың арқасында Ел дауысы арнасы 100 000 жазылымға жетіп, енді YouTube'тың күміс батырмасына қол жеткіздік. Бүгінгі бағдарламаға да лайк басып, пікір қалдырып, оны жан-жақты таратсаңыз, ақиқаттың миллиондаған адамға жетуіне қосқан үлесіңіз болары сөзсіз. Сонымен бірге Ел дауысы арнасына жазылып, бізге қолдау көрсетсеңіз болады. Жол көлік оқиғасынан кейін жаппай төбелеске ұласып, арты кісі өліміне әкелген Шымкенттегі оқиға ел ішінде талқыланған резонансты қылмысқа айналды. Қойнары, жігіттері! Ей! Қойсая, браты! Оқиға бұлай болды. Шымқала көшелерінің бірінде жол көлік оқиғасы болады. Бір көлік екіншісін түртеді. Екі көліктен адамдар шығып, бір-бірімен сөзге келеді. Олардың бірі басқа адамдарды шақырып, үшінші көлікпен жеткендер сол жерде қан қасап төбелесті бастайды. Нәтижесінде бір адам, Василий Колесников атты азамат, жан тапсырады. Тағы бірі ауыр халде ауруханада жатыр қазіргі таңда. Сыну, знаете, что сказал? Под машину попал. Білесіз бе, ұлым не деді? Машина қағып кетті деді. Үлкені оның енді жоқ екенін біледі. Ал кішкентайы бәлкім сезіп те жүрген шығар. Шынымды айтсам, ол бізге, біздің отбасымызға қатты жетіспейді. Көршілерге көмектесетін. Бірдеңе шығару керек болса да көтеріп беретін. Түсінесіз ғой, өзі денелі, мықты жігіт еді. Спорт шебері болатын. Келіп едім, ол жоқ. Қалай? Дене бар, ал жаны көкке ұшып кеткен. Болған осы. Үй шаруасында да үнемі көмектесетін. Бұл менікі емес, бұл әйелдің жұмысы деп айтпайтын. Айтпақшы, әйелім де 1 жыл бұрын қайтыс болған. Енді міне, ұлым да кетті. Таңертең тұрамын, ол ұйықтап жатқандай. Ана жаққа барып келемін, әлі ұйықтап жатқандай. Қозғап көрсем денесі суып кеткен. Енді ол да жоқ. Оны бір оңбаған ұрып кеткен. Айтарым осы. Мұны 5 рет айтсам да артық емес. Ол бізге жетіспейді. Кішкентайларға оның өлгенін айтпадым. Машина қағып кетті дедім. Ал өзім оның арқасынан 2 рет пышақталғанын білемін. Айталатыным осы ғана. Оны көтерген кезде қолымда аздап қанға былғап алдым. Одан артық айтуға жүрекке ауыр. Ойлануға шамам жоқ. Міне, менің жеткен жетістігім, ұлымнан айырылдым. Больше добавить, рассуждать. На сердце тяжело. Да я, да мы. Вот и возьмите, чего добился. Сына потерял. Әлеуметтік желіде тараған видеоға қарағанда, төбелеске қатысқандар бір-біріне аяушылық танытпаған. Пышақ сілтеп, ата жауын көргендей өлтіруге тырысқаны байқалады. Айналадағы жұртшылықтың тоқтатыңдар, мыналарың дұрыс емес дегеніне назар аударған бірі де болмады. Атап өтерлігі, дәл осы қанды оқиға орын алған күні, яғни 20 қаңтарда Қызылордада президент Тоқаевтың төрағалығымен ұлттық құрылтай жиыны өтіп, онда мемлекет басшысы Шымкенттегі полиция қызметінің жұмысына төмен баға беріп, лауазымды өкілдерін тексеруді талап еткен еді. Осыдан кейін-ақ Шымкент қалалық полиция департаментінің басшысы Нұрлан Алмасбеков пен оның орынбасарын қызметінен кетірді. Алмасбековтың Шымкентке басшы болып барғанына көп уақыт бола қойған жоқ еді. Полиция шендісі Алматы жұртшылығына, әсіресе белсенділерге белгілі адам. Неге десеңіз, Алматыдағы барлық бейбіт жиындарда собор жасағына бұйрық беретін, белсенділерді ұстауға нұсқау жасайтын дәл осы Алмасбеков болатын. Митингілерді қуып таратуға машықтанған Алмасбеков Шымкенттегі қылмыстың алдын алуға мүмкіндігі жетпеді. Мұны президент те байқады. Содан кейін-ақ полиция шендісінің карьерасы үзілді деуге болады. Әзірше. Себебі оны қайтадан ішкі істер министрлігіндегі басқа қызметке тағайындаса, еш таңғалмаймыз. Енді мынаған назар аударғымыз келеді. Осыдан 1,5 жыл бұрын Талғарда Шерзат есімді жасөспірімді қақтығыста өлтірген еді. Шымкенттегі жағдай да соған ұқсайды. Бұлай қарағанда болмашы ғана жол көлік оқиғасы. Көлікке келтірілген
шығынның құны қанша тұрады? Бұл енді адам өлтіретіндей, Шымкенттің қақ ортасында қырғын жасайтындай дүние ме еді. Латын тілінде адам адамға қасқыр деген сөз бар. Қазір бұл тіл қолданыстан жойылды. Бірақ оның сол кездегі суреттеген озбырлығы, адамның адамға деген өшпенділігі, бір-біріне деген қастығы әлі сақталғандай әсер қалдырады. Өзі ат төбеліндей ғана халықпыз. Ұлан ғайыр жерімізде небәрі 20 миллион адам тұрамыз. Бір-бірімізге пышақ ала жүгіретіндей, өлтіруге дайын тұратындай, түтіп жейтіндей осыншама өшпенділік қайдан келді бізге? Осындай жағдайды көргенде қай жерден қателестік, қай жерден мүлт кеттік деп өз-өзімізге сұрақ қоюымыз керек емес пе? Ізгілікке тәрбиелейтін, бір-бірімізге сыйластықпен қарауға үгіттейтін, түсіністікпен өмір сүруге бағыттайтын шығармалар қайда? Әлеуметтік желіні аша қалсаң, тез баюды, ақша табуды, әйелін не күйеуін бағындыруды үйрететін коучтар қаптап жүр. Кітап оқуға шақыратын, ғылымға баулайтын, ізгілікке шақыратын мамандар санаулы ғана. Тақырыбымызға кері оралсақ, расында полицияның жұмысына қатысты да сұрақ көп. Біріншіден, қақтығыс жан баласы жүрмейтін қалтарыста емес, Шымкенттің үлкен көшелерінің бойында болған. Оның үстіне түн мезгілі емес, тапа-тал түс. Қаншама адам өтіп жатыр, қаншама көліктер жүр. Соған қарамастан, қанды қақтығыстың орын алып, әшейінде қалада қаптап жүретін патруль көліктері мұны қалай байқамады? Мынадай у-шуды, даңғазаны неге естімей қалды? Екіншіден, кез келген қалада жедел басқару орталығы бар. Оған барлық видео камералар қосылады шаһардағы. Жол бойындағы оқиғаны полиция қызметкерлері бірден көріп отыратын мүмкіндігі бар. Қайда жол көлік оқиғасы орын алды? Қайда тәртіп бұзылды? Қайда құқық бұзушылық болып жатыр? Міне, осының бәрі жаңағы орталық қызметкерлерінің бақылауында. Мысалы, бағдаршам қызыл жанғанда белгіленген сызықтан сәл асып тоқтасаңыз, атыңызға бірден айыппұл рәсімделеді. Ал енді екі топ қақтығысып, бірін-бірі пышақтап жатқанда, бұл орталықтың операторлары қайда қарап қалды деген сұрақ туындайды заңды. Үшіншіден, әлеуметтік желіде қақтығыстың видеолары жарияланды. Мұны түсірген сол жерде болған куәгерлер. Адамдар бір-бірін пышақтап өлтіріп жатыр. Енді соны видеоға түсіріп қана қоймай, полицияға неге хабарласпады сол куәгерлер? Шынында да, алдымен полицияға хабарласып, не болып жатқанын айтып, одан кейін жағдайды видеоға түсіруге болмас па? Бұл да сұрақ туындататын жағдай емес пе? Қазір полиция қызметкерлері күдіктілердің шетінен ұсталып жатқанын хабарлады. Қазіргі таңда қылмысқа қатысы бар деген 7 адам қамауға алынды деп жазды ақпарат құралдары. Қалғандары әлі де іздеуде. Жақын күндері олар да ұсталады деген сенімдеміз. Бүкіл ел назар аударып отырған қылмысты ашуға күштік құрылымдар барын салатыны түсінікті. Ендігі сұрақ, күдіктілерге қандай айып тағылады? Топ болып адам өлтірді деген баппен қылмыстық жауапкершілікке тартыла ма? Әлде бір адам өлтірді, қалғандары бұзақылық жасады деп соттала ма? Шерзаттың ісінде дәл солай болды. Бір күдіктіні адам өлтіру бабымен, екіншісін адам өлтіруге оқталу айыбымен соттады да, қалғандарын бұзақылық жасады деп жазаға тартты. Бұл жолы қалай болады? Әрине, қазір видео материалдармен, істің бүге-шігесімен танысқан ешкімде жоқ. Сосын сұрақ туындататын тағы бір жағдай, бұл расында да жол көлік оқиғасынан туындаған қақтығыс па, әлде екі топтың өзара төбелесі ме? Оны да анықтау қажет. Себебі бұған қатысты да түрлі болжамдар көп айтылады. Бірі бұл жол көлік оқиғасынан туындаған жағдай десе, енді бірі алдын ала ұйымдастырылған бір топтың екіншісіне шабуылы деп болжайды. Оны да тергеу органдары анықтайды деп ойлаймыз.
Әрине, Ақорданың жедел шешім қабылдап, Шымкент қалалық полиция департаментіні басшылықтан түсіргені дұрыс қаулы болды. Өз үйінің маңында пышақталған Нұрайдың ісінде де, соңғы болған қанды оқиғада да құқық қорғау органы қызметкерлері дер кезінде шара қолдана алмағаны байқалады. Айтпақшы, Нұрайға қатысты қылмыс бойынша жұмыстан алынған полиция қызметкері сұхбат беріп, өзін ақтап алуға тырысады. Бұрынғы полиция қызметкері Әбілғазы Бақтыбайұлы бұл жағдайға қатысты сұхбат берді. Оның айтуынша, Нұрай Серікбайды Шерхан Аймахан алып қашқан күні полиция шақырылған кезде қызмет бабымен сол үйге барған. 2025 жылғы 5 қазанда тәуліктік кезекшілікке түстім. 102-ге қыз алып қашу дерегі бойынша қоңырау түскесін шақыртумен бардық. Хабарлама қыздың ағаларынан келіпті. Оқиға орнына бардық. Той болып жатыр екен. Үйге кірдім. Bir бөлмеде Нұрай отырды. Мән жайды сұрадым, дейді аға лейтенант. Полицияға Нұрай Серікбай Шерханмен 3 айдан бері таныс екенін, кездесіп жүргенін айтқан. Бақтыбай ұлының айтуынша, алып қашуға қатысты ойын сұрағанда да Нұрай Алматыдан Шымкентке шығарда өзара келіскенін, отбасы құрамыз деп шешкенін айтыпты. Кейіннен үйге кірдік, мән жайды сұрадық, жаңа арыз шағым жоқ, сол оның үстіне жаңағы тойға дайындық болып жатқаннан кейін үй у-шу болды. Сосын мен жарайды онда ровдыға алып кетейін дедім. Қызды и баланы ровдыға алып кеттім. Сөйтіп ровдыға алып кеттім, ішке кірдім, екеуінен мән жайды сұрадым, бөлек-бөлек сұрадым, жеке-жеке. Сөйтіп ол жерде бала да қыз да өз еркімен келгенін айтты. Сосын жаңағы түсініктемелерін алдым. Сонымен қатар арыз шағым жоқ жайлы өзім бейнетаспаға түсіріп алдым. Одан кейін әлеуметтік желіде Нұрай Серікбайдың видеосы жарияланды. Ашығын айтайық, әлгі видеода қыздың қобалжып тұрғаны, әлденеден қысылып отырғаны байқалды бізге. Бұл біздің пікіріміз. Қылмыстық істі тергеу барысында оған түрлі сараптама жүргізіледі деп сенеміз. Бұл жерде айтпағымыз былай, қалай болғанда да қылмыс жасалды. Жап-жас қыз қыршынынан қиылды. Нұрайдың ата-анасы полицияға арызданғанын айтты бұған дейін. Марқұмның жақындары тек адам өлтіру бабы емес, сталкинг, мәжбүрлі некеге итермелеу, қоқан лоқы көрсету сияқты бірнеше баппен ең ауыр жаза тағайындауды сұрап отыр. Мен Серікбай Нұрай Бауыржанқызы 04-10 ай 2025 жылы 21:00-де Алматы қаласынан Шерхан деген есімді 3 айдан бері араласып жүрген жолдас жігітімен Шымкент қаласына қарай жолға шыққан болатынмын. Екеуміз келісіп, сөйлесіп, бірге отау құрамыз, отбасы боламыз деген оймен Шымкент қаласына келген болғанбыз. Және де 05-10 ай 2025 жылда 15:30 шамасында Шымкент қаласына жеттік. Оның үйін мекен жайы Бозарық мөлтек ауданы, Алмас Қылыш көшесіне қарай үйіне жеттік. Және олардың ата-аналары және туысқандары мені қарсы алған болатын. Бірақ менің ата-анам ол туралы ешқандай ештеңе білген жоқ. Сондықтан менің ата-анам қарсы болды. Сол себепті мен ата-анам разылығын бермегенше ол жігітпен араласпаймын деген шешімге келдім. Және де оған ешқандай қалай деуші еді? Арыз шағым ба? Арыз шағымым жоқ, иә. Шерханның тарапынан сізді қандай да бір ұрып соғу болды ма? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Зорлық, қинау, еркіңізден тыс алып кету ондай болды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Арыз шағыңыз бар ма қазіргі таңда Шерханға? Ешқандай жоқ. Ешқандай арыз шағыңыз жоқ па? Все, олай болса. Болды. Сізге сұрақ, полиция тарапынан қандай да бір қысым болды ма сізге? Жоқ, бәрі жақсы. Ешкімге арыз шағыңыз жоқ па? Менің жеке пікірім, полиция жариялаған бұл видео құқық қорғау органдарының жауапкершілігін керісінше әшкерелей түсті. Себебі, егер қызға қатысты бопса, қорқыту болмаса, мұндай видеоны не үшін түсіріп алды?
Сондықтан Нұрайдың туыстарының полиция әрекетсіздігі болмаса, Нұрай аман болар ма еді деген пікіріне толықтай қосыламын. Жоғарыда айтқанымыздай, полиция басшылығын қызметтен алып, бірқатар қызметкерлеріне тексеріс жүргізгені құптарлық іс әрине. Бірақ мәселе осымен бітеме. Алдында Талғарда Шерзат қаза болып, қоғамда резонанс туындаған соң, біраз шенді қызметінен кетті. Әкімге дейін орнын босатты. Енді міне, соған ұқсас жағдай Шымкентте орын алып отыр. Тұп-тура сондай болмаса да, соған ұқсас жағдай. Сонда қасіретті оқиғадан сабақ алғанымыз қайда? Құдай бетін әрмен қылсын, бірақ мұндай қылмыс қайталанбасына кепілдік бар ма? Қашанғы полиция шенділерін орнынан алып тастаумен ғана шектелеміз. Қызмет атқару қолынан келмесе, кабинетін босатқаны жөн. Десе де, біздіңше мәселе тереңде жатыр. Назарбаевтың билігі мызғымай тұрғанда оның айналасы, саяси технологтары кімдерді жарнамалады? Қылмыс әлемінің көшбасшыларын жастарға үлгі етіп көрсетті. Қаңтар оқиғасындағы әрекеті үшін 20 жылға сотталған Арман Жұмагелдиевтің өзін 2020 жылдан бастап Назарбаевшыл топтар жан-жақты жарнамалай бастады. Ол тұрған Стамбул мен Дубайға қонаққа бармаған эстрада әншісін, әлеуметтік желідегі танымал блогерін атау жеңіл барғандарды санамалағанша. Барлығы бірдей кетті сол жаққа. Жұмагелдиевпен сурет жүктеу, видеоға түсу абырой болды олар үшін. Одан кейін коронавирус індеті келгенде тағы да сол Арман Жұмагелдиевті жан-жақты жарнамалады ақпарат құралдары. Халыққа көмек көрсетіп жатыр, дәрі-дәрмек жіберді деп. 2021 жылы Сербияда бокстан әлем чемпионатын өтіп жатқанда ұлттық құрама спортшыларына ақша таратып, соларды жарылқады. Осының барлығына билік рұқсат бермесе, бұл мүмкін бе еді? Назарбаевтардың батасын алмаса, мұндайды Жұмагелдиев жасай алмайтыны анық еді. Оның не үшін керек болғанын қаңтар оқиғасында көрдік. Кейін сол үшін сотты болды, қылмыстық жауапкершілікке тартылды Арман. Бұл енді бөлек әңгіме. Одан бөлек 90-шы жылдары қылмыс әлемінің көшбасшылары саналған адамдарды да көкке көтеру үрдісі қарқынды жүргізілді. Қазақты қорғаған батырлар деп атақ бергендері де болды. Басқа елдің қылмыстық топтарына тоқтау салды, жерді қорғады деп айтқандар да аз емес. Бірақ қалай болғанда да бұлар қылмыс жасады емес пе? Заңға қайшы әрекет етті. Тоқырау кезінде билік әлсіз тұста ондай қылмыстық топтардың пайда болуы заңдылық. Кейіннен құқық қорғау органдары билікті қолына алды. Қамалатыны қамалды, қалғандары қаза тапты. Бірақ солардың барлығын неге насихаттай бастады ақпарат құралдарында? Бұл тап-таза сананы криминализациялау емес пе? Рекет болсаң, батырсың. Қылмыс жасасаң, сені төбеге көтереді. Біреуге күш көрсетсең, беделің артады деген сананы миымызға құйған жоқ па? Осының бәрін жасаған кім? Назарбаев заманының саяси технологтары. Не үшін? Себебі олардың өзі бүкіл халыққа әлімжеттік көрсетті. 90-шы жылдардың қылмыстық топтары жекелеген базарларды, саудагерлерді тонаса, Назарбаевтар бүкіл халықты байлығынан айырды. Мемлекеттік қазынаны тып-типыл етіп тонады. Егер ондайға қатысы болмаса, Қайрат Сатыбалдының өзі түрмеден шығарда мемлекетке 1 миллиард доллардан астам қаржыны қайдан берді? Әлі қанша қаржысы бар бір ғана Сатыбалдының өзінде. Назарбаевтың өзі оның 3 қызын айтпағанның өзінде. Ал енді мұны ақтау үшін не істемек керек? Қылмыс жасауды қалыпты құбылыс етіп, сіңіру керек санаға. Әлсізге күш көрсету қалыпты дүние. Ол әлсіз болғаны үшін өзі кінәлі дегенді сіңіру керек болды бұларға. Күшің тасыса, соны озбырлық жасауға қолдан деп үйретті Назарбаевшыл идеологтар. Әрине, оны ақпарат құралдарынан ашық айтқан жоқ. Жасырын түрде жасалды мұның бәрі.
Қылмыс әлемінің серкелерін насихаттау, жарнамалау арқылы санаға құйылды бұл. Енді мұның бәрін көріп өскен жастар не ойлайды? Қылмыс жасауды қалыпты деп қабылдайды. Бұрынғының қылмыскерлерін батыр деп түсінеді. Сондай болсам деп арман құрады. Ғалым болсам, технологиялық өзгерістер жасасам, елді алға сүйресем демейді. Күш көрсетсем, біреудің дүниесін тартып алсам, түрмеге түссем, сол мәртебе деп қабылдайды. Мұның барлығы әлеуметтік желілер арқылы сіңірілмей ме санаға? Міне, мәселенің осы жағында терең ойланатын кез келді деп санаймыз. Ол үшін ақпарат құралдарын жұмылдыруымыз керек. Ғалым, ойшылдарды іске қосуымыз шарт. Бастысы, мұндай санадан арылуымыз керек деген шешім қабылдануы керек. Соған билік дайын ба? Соған баруға даяр ма? Осы жағын жан-жақты ойланып, нақты қадамдарға баруымыз керек. Бүгінге айтарымыз осы. Сіздермен болған Инга Иманбай.